Бір қайыршы базарда келе жатып былғары әмиян тауып алады. Ішін ашып қараса, 100 алтын тиын бар екен. Осы кезде бір айқайлаған дауыс естиді. Кім менің былғары әмиянымды тауып қайтарса сыйақы беремін. Адал адам болғандықтан қайыршы әмиянды жоғалтқан адамға табыстайды. Енді мен сыйақымды ала аламын ба деп сұрайды. Саудагер кекетіп, сыйақы. Мен жоғалтқан әмиянда 200 алтын тиын болған. Сен ұрысың. Сыйақыдан да көп ұрлап алып тұрсың дейді. Мен адал адаммын. Бұл мәселені бізге сот шешіп берсін дейді қайыршы. Сот екі жақты да тыңдап болып, мен екеуіне де сенемін. Саудагер, сен жоғалтқан әмиянда 200 алтын тиын болған деп тұрсың. Ал мына кедей тауып алған әмиянда 100 алтын тиын болып тұр. Сондықтан бұл сен жоғалтқан әмиян бола алмайды. Солай деп әмиянды сот қайыршыға береді. Әңгімелері ұнаса, жоғалтып алмас үшін тіркеліп кетіңіз.